Біз күн сайын жарықты көреміз, дыбысты естиміз, жерде жүреміз, телефон қолданамыз. Бірақ осының бәрі қандай заңдарға бағынады? Неге зат жерге құлайды? Және де жарық неге түзу таралады? Электр қалай жұмыс істейді? Осы сұрақтардың жауабын беретін ғылым әрине физика. Бүгін біз физика деген не, ол нені зерттейді, және де адам өміріндегі маңызы қандай деген сұрақтарға толық жауап алатын боламыз. Физика табиғаттағы құбылыстардың ең жалпы заңдарын зерттейтін ғылым. Яғни физика бізде материяны, қозғалысты, энергияны, кеңістік пен уақытты зерттейді. Физика сөзі ежелгі грек тіліндегі физикс сөзінен шыққан. Яғни ол бізде қазақшасы табиғат деген мағынаны береді. Демек, физика табиғат туралы ғылым. Физика нені зерттейді? Физика бүкіл әлемді қамтиды. Оны шартты түрде бірнеше бағытқа бөлуге болады. Негізінде ең бірінші қозғалыс және күштер. Бұл жерде денелер неге қозғалады, неге тоқтайды, күш деген не деген сұрақтарды жауап алатын болады. Мысалы, доптың ұшуы, яғни доп белгілі бір траекториямен ұшады, кез келген бағытқа. Және де екінші мысалға көліктің жүруі немесе пойыздың жүруін алсақ болады. Үшінші бізде планеталардың айналуы. Яғни күнді басқа планеталар айналады. Өздерінің орбиталарымен. Мұны механика зерттейді. Екінші бізде энергия және де жұмыс. Энергия деген не? Ең бірінші. Екінші ол қалай сақталады? Үшінші бір түрден екінші түрге қалай өтеді деген сұрақтарға жауап береді. Мысалға, электр энергиясы, екінші бізде жылу энергиясы, үшінші күн энергиясы бар. Бұл энергия сақталу заңының негізі болып табылады. Үшінші бізде жылу құбылыстары. Зат неге қызады? Екінші неге су қайнайды? Үшінші температура деген не? Яғни зат неге қызады? Кез келген бір затты аламыз, оны қыздырсақ болады. Неге су қайнайды? Яғни булануы, тағы да басқа эффектілер жатады. Температура деген не? Осылай кете береді. Мұны молекулалық физика мен термодинамика зерттейді. Төртінші бізде электр және магнит құбылыстары. Электр тоғы қалай пайда болады? Магнит неге тартады? Радио мен интернет қалай жұмыс істейді? Осы сұрақтардың барлығына электродинамика саласы жауап береді. Бесінші бізде жарық және оптика. Жарық деген не? Ең бірінші. Екінші, ол толқын ба әлде бөлшек пе?
айна мен линза қалай жұмыс істейді? Мұны оптика зерттейді. Алтыншы бізде атомдық және кванттық физика. Бұл бөлімде атом қалай құрылған, яғни оның құрылымын, структурасын түсіндіретін болады. Оның айналасында электрон айналып жүреді деген секілді. Екінші бізде электрон деген не? Яғни оның заряды 1,16 оның -19 дәрежесіндегі кулон. Осы секілді сұрақтарды қамтитын болады. Және де үшінші квант деген не? Жалпы квант дегеннің анықтамасы толқын шығаратын немесе сіңіретін бөлінбейтін бірлікті береді. Енді бұл салада микродүние, элементар бөлшектер, ядролық реакциялар зерттеледі. Физиканың басты мақсаты табиғат заңдарын ашу және түсіндіру болып табылады. Физика неге деген сұраққа жауап береді. Бұл құбылысты тек сипаттап қоймайды, оны формула мен заңмен түсіндіреді арнайы. Мысалы, Ньютон заңдары F тең 0, F тең ma, және де үшіншісі F1-ге қарама-қарсы минус F2. Және де Ом заңын алайық. I тең U бөлінген R. Және де үшінші Эйнштейннің формулалары. Енді атақты формуласы бәрімізге белгілі деп ойлаймын. М тең м0 с квадрат. Физика әлемді логикамен түсіндірудің жолы болып табылады. Физика не үшін керек? Физикасы жалпы қазіргі өмір мүлдем мүмкін емес. Ең біріншіден техникада қолданылады. Яғни қандай техникалы салаларында десек, телефон. Екінші бізде компьютер. Кәдімгі адам өмірінде қолданатын нәрселер, техникалар. Үшінші бізде көлік алайық, транспорт ретінде. Төртінші спутник. Бұл тек техниканың өзіндегі, яғни техника салаларында физиканың қолданатын заңдары. Міне, телефонда, компьютерде, көлік, спутник, тағы да басқа өте көп техникада қолданылады. Екінші бізде медицинада. Енді көптеген адамдарға белгілі шығар, рентгенде. Көп адамдар осы рентген және екінші МРТ құрылғыларына түсіп жатады. Енді денсаулықты күту үшін, жалпы адамның қай жері ауыратындығын білу үшін осы рентген, МРТ құрылғыларымен тауып жатады. Үшінші бізде ультрадыбыс. Жалпы медицинада да физика заңдары өте кеңінен қолданылады. Және де үшінші бізде энергетика саласын алайық. Энергетикада әрине ең бірінші бізге белгілі электростанциялар. Электростанциялар бар. Екінші күн және жел энергиясы. Жел энергиясы. Яғни энергетика саласында бұл жерде энергия алады. Яғни желден, судан, газ деп айтады енді, гидроэлектростанциясы. Одан кейін күннен, күн панельдері арқылы. Бұл жерде сол энергияны алу арқылы электрондардың реттелген қозғалысы пайда болады. Яғни ол жерде күн деген жарық, жарықта не болады? Фотон. Фотон ол жарықтың ең кішкентай бөлінбейтін бөлшегі. Яғни сол электрондарға біздегі жаңа күн панельдерінің ішінде фотоэлементтер болады, кремний деген секілді. Соларға соқтығысу нәтижесінде фотоэффектінің ішкі эффектісінің процесі жүзеге асады. Сол арқылы бізде энергия алады. Бұл енді тек күн панельдерінің ғана жұмыс істеу принципі. Және де бізде төртінші ғарышта. Бұл жерде ғарышта ракетада қолданылады. Жасанды серіктер, яғни спутниктер ғой жасанды. Осының барлығында
физика қолданылады, физика заңдары түбегейлі. Онсыз мына айтып жатқан техника, медицина, энергетика, ғарышта физикасыз тұру ол мүмкін емес. Ол физиканың заңдарымен ғана жұмыс істейді. Және де осы физиканың заңдарын техникада, жалпы өмірде қолдану арқылы адамның өмірі жеңілдеп жатыр. Физика басқа ғылымдардың негізі болып табылады. Жалпы физика басқа ғылымдардың іргетасы. Мысалға, химия. Химия бізде атомдық физикаға сүйенеді. Онсыз мүмкін емес. Ал екінші бізде биология, яғни бұл жерде биофизикамен байланысты, әлбетте. Үшінші география, яғни геофизика деген бар. Ал төртінші инженерия саласында қолданбалы физика. Күнделікті техникада не қолданылады, соның барлығы осы қолданбалы физиканың негізінде инженерияға кіріктіріледі. Сондықтан физиканы барлық ғылымдардың тілі деп айтуға әлбетте болады. Енді бізде физиканың ойлауға әсеріне тоқталып кетейік. Жалпы физика ол логикалық ойлауды өте қатты дамытады. Яғни себеп-салдарды түсінуге көмектеседі, үйретеді, кез келген мәселені жүйелі шешуге көмектеседі. Жалпы енді физиканы түсінген адам ол әлемге басқалай қарайды. Басқаша көзқараста. Мысалы, бір белгілі заңдылықтарды көріп қалған кезде, оған тек бір көзқараспен ғана емес, екінші көзқараспен де қарайтын болады. Сол секілді, яғни физиканы ойлауға әсері ол өте көп. Физиканы ойлау арқылы адам кез келген ақпарат көздеріне бірден сене кетпейді. Физикадан бөлек айтып отырмын. Жалпы адам өміріне көп әсері бар. Яғни адамның ойлау әсеріне өте қатты көмектеседі физика. Енді қорытындылайтын болсақ, физика ол бізде табиғат туралы ғылым, қысқаша айтқанда. Ол қозғалысты, энергияны, материяны зерттейді. Физика енді технология мен ғылымның негізі қазіргі таңда. Физиканы түсіну ол әлемді түсіну болып табылады.